көпсіз, 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 көпсіз. Сәлем достар, бұл дөпсөз кезекті шығарылым. Бүгінгі біздің қонағымыз Айнұр Тумышева, Хайрежа One энергетика саласындағы компания, жасыл сутек энергетикасы, сол жобаны жетекшісі келіп тұр. Хайрежа One'нан қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз осы энергетика, оның ішіндегі жасыл сутек энергетикасы деп ойлаймын. Оған қоса инвестиция. Оған қоса инвестиция. Бірақ негізі ол бәрі инвестициямен байланысты ғой, Дұрыс, инвестициялық жоба ғой бұл. Сол жоба туралы кішкене айтып кетсеңіз. Хайрежа One жобасы бойынша. Бұл енді Маңғыстау облысында қазір жобаланып жатқан үлкен жоба. Жалпы негізгі ар жағындағы ой Маңғыстау облысында жасыл сутек шығару, одан ары қарай жасыл аммиак шығару. Сондай завод қазір жоспарланып жатыр немістермен. Бұл неміс компаниясы толықтай жеке компания, немістердің ақшасына қаржыландырылып жатырған, немістердің ақшасына жобаланып жатқан жоба. Қазір құжаттамалар дайындалып жатыр. Үлкен көлемде жасыл сутегі шығару және одан жасыл аммиак шығару ары қарай. Енді қысқаша жасыл сутегі не екенін айтып кету керек шығар, Неге жасыл? Неге жасыл, неге сутегі? Жалпы сутегі деген мектепте бәріміз химия оқыдық, H2, әлемдегі ең көп кездесетін элемент. Бірақ бұның бір нәрсесі бар, сутегінің. Бұл энергоресурс. Яғни сутегінің ішінде қанша электроэнергия бар, сол шоғырланып, былай айтқанда, батарея сияқты жиналып қалады. Қазір кәдімгі тоқтайтатын болсақ энергияны, оны шығарған бойда желілермен жіберу керек. Оны бір жерде ұстау мүмкін емес. Ал сутегі ретінде ол былай айтқанда запасқа 100 жылға болады ма, 1000 жылға болады ма, үлкен көлеммен сақтап қоюға болады. Ол неге жасыл? Яғни бұл экологиялық таза деген сөз. Қазір енді көп уақыттан бері электроэнергия әртүрлі тәсілдермен алынып келе жатыр ғой. Енді исторически былай қарайтын болсақ, газдан да алынды, көмірден де алынды, ағаштан да алынды, оның алдында басқасы да болды. Қазіргі феномен енді соңғы шын айту керек 20 жылда болып жатқан бұл баламалы энергия көздері, жасыл энергетика. 17 жылдан бері өте өзекті болып кетті ғой біздің елде. Конвенция қол қойылды ғой Парижде. Қызық факт. Қазақстан ең бірінші болып қол қойды сол конвенцияға бүкіл әлемдегі елдердің ортасында. Біз декарбонизацияға 2060 жылы net zero, яғни 0 эмиссияға жетеміз деп өзімізге міндеттеме алдық Қазақстан Республикасы ретінде. Углеродная нейтральность дейді ме? Дұрыс, углеродная нейтральность. Сіздің ойыңызша маман ретінде. Бұл дұрыс, негізі дұрыс нәрсе ғой. Әрине. Бір жағына экологиялық әңгіме бар, тазартуымыз керек, бәріміз осы жерде өмір сүреміз, ертең бала шағамыз болады дегендей келесі келетін ұрпақ. Оның үстіне енді саяси тұрғыдан сұрақтар бар, экономикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, қазір не болып жатыр дүние жүзінде? Париждағы конвенцияға қол қойылды, содан кейін бәрі энерготранзит деп айтады, бәрі жасыл энергетикаға көшіп жатыр. Өндірістердің бәрі жасыл энергетикамен шығатын болды. Бұрын НПЗ-лар қазір жасыл озеленяют нефть деп айтады қазір. Активтар, ГМК, алтын алу, мыс бәрін жасыл энергетика. Даже криптовалюта, зеленая крипта деген бар. Майнинг. Қазір экологический майнинг бе? Былай айтқанда, это потому что қазір түсіндірейін. Не үшін жасалып жатыр экономикалық тұрғыдан? Евроодақ 2026 жылдан бастап үстінен салық саламыз деді. Жаңағы эмиссиясы бар шығарылған өндіріске. Яғни бір жылдан кейін мысалға Қазақстанда өндіріс шығаратын компаниялар өзінің тауарларын Евроодаққа апарғысы келсе, границаға келген кезде олар декларация тапсырады. Декларация ішінде сұрайды, 1 килограмм шығарған тауарыңызға қанша эмиссия шығардыңыз, қанша тонна эмиссия шығардыңыз, CO2. Соның бәрі өлшенеді, оның бәріне документ беріледі. И мына шығарылған CO2 эмиссиясына байланысты үстіне салық төленеді. Демек, Еуропада орналасқан өндіріс ғана емес,
Бүкіл Европа партнерларда иә, да. бүкіл әлемде шығарылып жатқан тауарлар Европаға кірген кезде жасыл болмаса салық төлейді. 26 жылдан бастап бұлар салық төлейді үстінен. Жасыл өндірім, жасыл тауар әкелмегеніне. Енді дүние жүзін құрайтын болсақ, не болып жатыр? Тенденция. Қытайда дәл солай жүріп жатыр. Эмират, олардың стратегиясы тіпті бар. Мұнайсыз емес, енді балама ғой, типа жасыл сутегі. Иә, лидер болу керек. Эмират, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Египет, бәрі жасыл сутегінің жобаларымен айналысып жатыр қазір. Дүние жүзі жасыл сутегі жобаларымен жарысып жатыр. Кезінде мұнай басталды ғой. Қай жерде қанша мұнай табылды, дәл сондай жарыс болып жатыр қазір. Сонымен, егер біз ертең экспортқа товар шығарғымыз келсе, Қазақстан ретінде біз қалай болғанда да жасыл энергетикаға көшуіміз керек. Түсінікті енді, этаппен көшеміз, сразу жасыл сутегіге көшіп кетті деп жатқан жоқ ешкім. Дегенмен, бұл әңгіме қайдан шықты? Сіздің сұрағыңыздан шықты ғой, біз өзімізге көп алып қойдық па деген да. Бұл дұрыс инициатива, негізі ар жағында. Дегенмен енді 60 жылға дейін net zeroға жету үшін нақты шаралар болу керек, жобалар болу керек. Ол тек қана бір жоба емес, сутегі шығаратын. Сосын нарыққа беретін. Ол жеке бизнесті да механизмдер болу керек, нақты механизмдер болу керек, көмектесетін транзитқа. Егер жобаға қайтатын болсақ, басты демеуші, басты спонсор Германия дедіңіз. Дұрыс. Және де басты бенефициар да Германия да? Бенефициар дегеніңіз не? Сұрақты нақтыласаңыз. Бұл жасыл сутегін кім алады? Кім тұтынады дегеніңіз болса. Иә. Жоба 2019-дан бері жасалып келе жатыр немістермен. Сол кезде естідім мен. Немістер Маңғыстауда бір зауыт салайын деп жатыр деп. Жаңалықта көп болды сол. 2019-дан бері жоспарланып келе жатыр. Ең басында шын ашық айту керек да. Жоба жоспарланып бастаған кезде бұл толықтай 100% экспортқа шығатын өнім деп жоспарланған. Себебі жаңағы айтқандай Париждағы конвенция, одан кейін Евроодақ стратегия қабылдады. Біз жылына 10 миллион тонн жасыл сутек, тек қана жасыл сутегіні импорттаймыз деп. Оның ішінде именно Германия бір ел ғана жылына 4 миллион тонн жасыл сутегі импорттаймыз деп өзіне міндеттеме алады. Официально документке қол қояды, программалар жасайды. Сол кезде Европаның бір былай айтқанда басқа жерлермен салыстырғанда түсінігі болды энерготранзиттің. Қай компаниялар, қай жылда, қандай көлемде тұтынатын. Одан бері енді өмір өзгерді ғой, шыны керек. 2020 жылы ковид болды. Қазір мына геосаяси жағдай, таяу шығыс, оның барлығы енді келіп жан-жақтың бәрін өзгертеді, ситуацияны өзгертеді. Шыны керек, Германия қазір бұрынғыдай емес. Экономикасы жалпы... I hope so. Бұрынғыдай Германия керек емес. Жоқ, мен мысалы айтып жатырмын да, біз Германия дегенде ойымызға не келеді, есімізге не түседі? Держава, экономика, машина, сапа, инженер, педантичность, да, немецкая. Байрышын бөрке ма? Ол да бар. Енді келесі жылы оларды да сайлау канцлерінің. Болжамдар бойынша былай оқып қарасам, жасыл повестка көп обсуждация етіліп жатқан. Мысалға сол жасыл партиясы келмесе, яғни жасыл сутегін жыл сайын 4 миллион тонн импорттаймыз деген алған жарияланған цифра актуальны емес. Механизм жоқ, субсидирование жоқ Германияның өзінде. Яғни оларда жеке бизнес бар, жаңа жасыл энергия көшетін. Бірақ ортасында қосатын желі жоқ. Даже Европада жоқ. Біз Қазақстан туралы айтып отырмыз да. Сондықтан оған қоса біз фининституттармен сөйлесеміз, инвесторлармен сөйлесеміз. Олардың айтып жатқаны. Бұрында мұнай мен газ саласында не болды? Мұнай бір жерден табылды, оны осы жерден алып келді, жердің астынан қазып алды, трубамен басқа жерге алып кетті. Жергілікті халыққа не болды сонда? Салықтан басқа. Қазір энерготранзиттің ішінде айтылып жатқан шаруа
қойылып жатқан міндет қай жерде шығарасыз, сол жерде эффект болу керек. Яғни сол жерде де тұтынушы болу керек, сол жерде де переработка болу керек. Всемирный банк, ЕБРР, АБР, кіммен сөйлесеміз, инвесторлар бәрі айтады, Қазақстанда қанша процент тұтынады жасыл сутегіні. 100% экспортқа алып кету ешкім қаржыландыра алмайды. Себебі қазір бизнес өзгерді дүние жүзінде. Әзірше статистика бар ма? Жасыл сутегі тұтынатын компаниялар Қазақстан ішінде? Жасыл қазір көп ешкім тұтынбайды. Біздің қарап жатырғанымыз бұл бар өнімдер шығарушы үлкен компаниялар, химиялық зауыттар, НПЗ-лар, горно-металлургический комплекстер, сосын цемент шығару, сосын азық-түлік шығару. Сосын үлкен сегмент бұл тыңайтқыштар. Соларды қарап жатырмыз. Бұлардың барлығы қазіргі таңда 100 жылдап сол сұр сутегімен, сұр аммиакпен процесстерін шығарып жатқан компаниялар. Осы тұтынушылар келешекте жасылға көшу керек болады. Бұл жоба сонда қанша жылға жоспарланған? Ұзақ мерзімді жоба бұл. 10-20? Жоқ, ұзақ мерзімді жоба. Айта аламыз ба? Шамамен болжам бойынша. 50-100 бе? Иә, біз негізінде қазір жобаларымыздың өзін 50 жылға жасап жатырмыз. 50 жылда жоба жаңа дейді ғой. Ел жаңа ма? Жоқ, сіз дұрыс түсініңіз. Құрылыс бұйырса 2-3 жылдан кейін, шығарылым әрі кеткенде 6 жылдан кейін, ал жалпы жобаның жұмыс жасау мерзімі бұл қысқа мерзімді жоба емес. Энергетиканың ішінде ешқашан қысқа мерзімді жоба болмаған. Бұл энергоресурс. Шығарылып бастады ма 2030 жылы, бұйырса 2080-ге дейін, одан да ары қарай жұмысын жасап, сол жерде шығарып отырады деген үмітіміз бар. Сондай үмітпен жасалынып жатқан жоба. Тұрақты, ұзақ мерзімді. Капиталоемкость. Иә, ақшасы да көп. Энергетиканың арасындағы жобалар ешқашан арзан болмайды. Біз кезінде өлшемі туралы айтатын болсақ, 2021 жылы жариялаған кезде бірінші жобаны 40 гигаватт электроэнергия, 20 гигаватт электролиз, 2 миллион тонн жасыл сутегі, немесе 11 миллион тонн жасыл аммиак деп айтқанбыз. Түсіну үшін бұл бүкіл Қазақстанның энергобалансын алғанда 2 есе көп. Бүкіл Қазақстанда. Сонда адамдар сенбеушілік білдірген. Бірақ енді түсінікті, бұндай жобаны ешқашан бір күнде бар ешкім 40 гигаваттын сала алмайды да. Ол фазамен бөлінеді. Дегенмен фазалардың өздері де үлкен. Өздері де гигаваттық көлемде аталып жатқан нәрсе. Жалпы мына бүкіл жобаны қараған кезде біз халықаралық үлкен инжиниринг компаниялармен жұмыс жасаймыз да. Мысалы, біздің префидімізді Технип Genesis жасады, экологиямызды Фихнер жасап жатыр. Солардың санауы бойынша шамамен 50 миллиард доллардан астам деген. 40 гигаватты айтқан кезде. Бірақ ол енді фазамен бөлінеді. Ертең келіп біреу 50 миллиард берейін деп жатқан жоқ қолымызға. Оны түсіну керек. Ол үлкен шаруа, ол шынын айту керек. Қиын процесс, күрделі процесс, ұзақ процесс. Бірақ бір жақсы енді немістер болғасын, мен мысалы компанияның ішінде 3 жылдан астам жұмыс жасап келе жатырмын. Оның алдында да немістермен жұмыс жасағанмын. Бір жақсысы алдын ала. Бәрін алдын ала жоспарлайды. 2019-да біз танысқанда бізге не көрсеткен календар. 23-ші жылы бетеміз, 22-ші жылы бетеміз, 24-ке келгенде өстеміз. 19-дан бері 5 жыл өтті ма? Ештеңе өзгерген жоқ. Бір ретте график өзгерген жоқ. Ковид әсер еткен жоқ ешқандай процестер. Әсер етті ғой процестерге. Дегенмен жоспарлауды айтам да, нақтылықты. Түсінді ғой, надан кейін мынау керек, надан кейін мынау керек. Сонымен келе жатырмыз. Немістердің бір жақсы сол. Екіншісі, олар өз ақшасына жасап жатыр бәрін. Қазақстанның үкіметтен ешкім ақша беріп жатқан жоқ. Қазақстаннан ақша да сұрап жатқан жоқ. Бұл гранттың да ақшасы емес. Жеке инвесторлардың, біздің компанияның ақшасы. Мен түсінім бойынша ветряный мельница болады, және де солнечная энергетика. И олардан энергия алып, сутегі енді өндіріс болады. Былай ма? Мен қысқаша процесс түсіндірейін, сутегі қалай алатын. Неге Маңғыстауға бара жатқан мысалға. Бірінші баламалы электроэнергия көздері керек. Біздің жобада бұл 70% жел, 30% күн.
ол электроэнергия шығарылады, одан кейін ол электроэнергия алып келіп заводқа жаңа желілермен келеді. Заводымыздың өзі Каспийдің жағалауында тұр, сол жерде су тұщыту заводы болады. H2O суымыз, сол H2O-ның ішіне тоқ жіберіледі. Судың ішіне тоқ жібересіз. Электролиз. Электролиз. H2O отдельно бөлінеді. Жіберген электроэнергияның көлемі бәрі H2-ның молекулаларына барып, электрондарына барып шоғырланып қалады. Яғни оттегі отдельно бөлініп кетеді, сутегіңіздің ішінде электроэнергия бар. Сондықтан ол жасыл деп аталады. Ішінде пайдаланатын электроэнергия ол жасыл энергия. Сол бар процесс сол. Неге Маңғыстау? Себебі қызық мәлімет. Немістер ең бірінші алып келіп көрсеткен кезде мен көзіме сенбедім, шынымды айтсам. Біз бәріміз ойлаймыз, бізде жел күшті, Астанада дала ашамыз, жел. Ана жерде де жел, мына регионда да жел. Жоңғар алатауы бар. Дегенмен жел электростанцияларын салу үшін 100 метр, 150 метрдегі жел керек. Біз жүрген 30 метр, 10 метр жердегі. Ол басқа жел, иә? Ол басқа жер. Оның бағыты бар, оның қуаты бар, оның күштілігі бар, оның циркуляциясы бар. Қанша секундтан кейін қайта айналып келетін сол жерге. Қараған кезде Атлас ветров мировой ашып қарайтын болсақ, Маңғыстау облысы, Қазақстан, оның ішінде Маңғыстау облысы дүниежүзілік ең желі қуатты жерлердің ішінде тұр. Вау. Біздің желіміздің қуаттылығы бұл Африка елдерімен, оңтүстік Америка елдерімен, Австралиямен бірдей, яғни мұхиттың қасында тұрған желдермен бірдей. Жердің үстінде Маңғыстау облысында бүйтіп айналып циркулировать ететін жел, бұл Европадағы офшорный ветра деп айтады олар. Теңіздің үстіндегі. Біздікі жердің үстінде дәл сондай жел. Оның қуаттылығы да үлкен, максимум дүние жүзімен қарайтын болсақ. Оның бағыты да жақсы. Оны жазықтық қой, Маңғыстау деген степ. Оған қоса бір соңғы кездерде бір не бар? Дискуссия. Как раз ветряные мельницы туралы. Адамдар бір жағынан айтады, эффективності көп емес, бір жағынан, екінші жағынан природа, табиғатқа зияны бар деп. Естігем. Ол қаншалықты рас? Қандай зиян, мысалға? Мен білуімше. Ол әрине менің сөзім емес. Жай оқыдым, Твиттерде оқыдым, по-моему. Достоверно. Информация, поверь мне, брат. Жоқ, ол негізі исследованияға бір исследмесі болды. Там дело в том, что под самой мельницей, как якобы, это опять же не мои слова, температура меняется, и это влияет на землю, которую, на почву в том числе. Вот. Я не знаю, сколько это правда, все-таки вы больше специалист в этом плане. Солнечным срадом. Наверное, это интересная тема для обсуждения, очень долгая, конечно, но очень много мифов есть про именно ветряные мельницы, солнечные батареи, про зеленую энергетику, как это плохо для экологии. Весь мир бы этим не занимался бы, если бы это было плохо для почвы, для экологии. Нужно понимать, есть мировые стандарты, экологически чистых проектов. Я вот слышала версии, что мал қырылып қалады, жел турбиналар қасында, радиация бар, сиыр сүт бермей қалады. Вот я много мифов слышу, везде. Да, я конспирология сияқты. Да. Но посмотрите на весь мир. Германия на 60 или сколько, 65% из этих ветряных турбин состоят. Скандинавия да бар? Они по всему миру. Арабы у себя застраивают, китайцы 100 гигаваттные строят. И везде біздің компания негізі, мысалы Свевин жобамен айналысып жатқан, она построила крупнейший ветрокластер Европы на сегодняшний день. В Швеции. В Швеции, да? Да, называется Маркбюкен 1101. 4 гигаватта турбины тысячами. Очень красиво выглядит. Вот когда мы смотрели. И там қасында мал жайылып жүр, аңшылар жүр, орманда өсіп жатыр, тауларда. Ештеңе, флора, фауна өзгермеген. Фундамент салынатын жер бүйтіп жазықталынады, бірақ одан басқа ештеңе өзгермейді.
Дегенмен да, много разных мифов. Но весь мир же занимается этим. И ешқай жерде ешкім қырылып қалып жатқан жоқ. Мал жайылып жатыр, сүтін де беріп жатыр, сиыр. Қой да жайылып жүр, басқасы да бар. Поэтому я поэтому спрашиваю, какой именно миф, да? Я много Қандай разных- мифтар бар сіз естіген адамдар қорқатын? күн панельдерінің астында шөп өспей қалады деген бір сондай естідім мен. Фотоэлектрический не болған кезде асты сушить істеді, сосын астында шөп өспей қалады деп. Бізде Қарағандыда жоба бар, күн электростанциясы. Бізде деген кезде Қазақстан Республикасында. Олар өзі жаңағы күн электростанцияларын салған өз ақшасына, немістер. Оның эксплуатациясы бар, 100% инвестиция, одан басқа сол жерде қойлар ұстайды. Кішкентай қойлар. Қойлар жүріп, ана панельдердің астындағы шөпті жеу керек. Себебі шөп өсіп кетсе, түскен күн электроэнергия вырабатывать. Не то, что астындағы почвасы нашарлап қалады. Олар наоборот қой ұстайды астындағы шөбін жеп жүрсін деп. Ештеңеге, қысқаша айтқанда, ештеңеге зияны жоқ. Сондықтан экологиялық таза деп айтады, сондықтан жасыл деп айтады. Оның барлығы инженерлермен жасалған. Кеше пайда болған нәрсе емес қой, жел турбиналары, General Electric шығарады. Энергон бастаған 2001 жылы басталған. Вестас, қазір енді Қытайлар көбіне шығарып жатқан. Дегенмен бұны Америка шығарған, Европа шығарған, 2 ғасыр бойы пайдаланып келе жатқан жел турбиналары. Біздің Қазақстанда жаңа. Біз ана жерге барып 2-3 күн көреміз, мына жерге барып 2-3 күн көреміз. Европаға барсаңыз мыңдап тұр, міне Швеция мысалы. Қазіргі таңда бүкіл электроэнергия қуатын қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасының ішінде жел, күн, гидро, яғни жасыл деп аталатын 6,5% электроэнергия қамтып тұр. Қалғаны сол баяғы ТЭЦ, көмір. 6,5 деген көп бол? Өте жақсы. Енді қалай? Бастама Өте жақсы. ретінде, Бастама ретінде. Германия емеспіз ғой, түсінікті. Говоря про Мангыстау. Да. Мангыстау сложный регион. Регион, в котором есть определенные проблемы, скажем, с водой, которые не решаются нормально. Регион, в котором есть проблемы, скажем, с недовольством населения там, западными компаниями в том числе. В этом нету больших рисков. Там люди как бы научены о том, что кто-то приходит, добывает какие-то ресурсы и оставляет людей там с пылью в руках. Да. Добавлю еще то, что мы не знаем, ну, как мұнай бойынша айтатын болсақ, мы не знаем... Контракты, да. Контракты. До сих пор не знаем. Закрытые, да. Да, закрытые. Вот. Айта кететін жағдай. Мен өзім Маңғыстауда туып өскен қызбын. Мен ағайын тумам, әке шешем, айналам бәрі Маңғыстауда. Мен өз жерім деймін Маңғыстауда. Кішкентай кезімнен көріп өскен мұнай мен газ. Айналам бәрі мұнай мен газбен айналысты. Өзен мұнай газ, Жетібай мұнай газ, Маңғыстау мұнай газ. Мұнай газдың ішінде жасамаса да соған сервис жасағысы келеді. Сөйтіп өседі. Жеке бизнестің бәрі соның қасында, айналасында жұмыс жасайды. Регион айырмашылығы бар. Оны білем. Өзім сол регионнан шыққаннан кейін түсінем. Дегенмен үстіне қосылған дополнительный риск деп айтам ба? Да, непростой регион. Это понятно. Дегенмен бұл жоба барлығына жақсы болсын деп келе жатыр ғой. Бұл жаратушының берген желі. Бұйырып қалған жел, берілген жел. Екіншіден, немістердің жасап жатқан жобасы бұл арзан бағаға сол жерден местный адамдарды жұмысқа алып, эксплуатировать етіп, өзіме алып кетем деген жоба емес. Біз Қазақстан мен республика үкіметімен келісім шартқа қол қойдық инвестор ретінде 2022 жылы. Сол жерде инвестор ретінде өзімізге міндеттеме алдық. Ертең эксплуатация уақытында тұрақты, ұзақ мерзімді шамамен 1800 жаңа жұмыс орны ашылады. Жобаның аясында. 1800. Соның ішінен 90% Қазақстан Республика азаматтары болу керек. Біз инвестор ретінде міндеттеме алдық. Местное содержание. Басында все равно транзит болу керек. Үйрену керек. Сосын кадрларды заранее дайындау керек. Біз мысалға 90% қазақтарды аламыз деп міндеттеме алдық. Бұл и инженер, и басшылық, барлық уровенде 90% болу керек. Бірақ қазір жан-жағымызға келіп сұрасақ, кім жасыл сутегін біледі?
Қай инженер жасыл сутегін оқыды университетте, немесе жасыл аммиакты, немесе оны өндіріске араластыруды. Оның бәрін дайындау керек. Біз негізі алдыңғы жылдан бастап Маңғыстау облысында институт ашылды жаңа. Біз неміс институттарын алып келіп, Қазақстанда, Ақтауда жаңа институт аштық. Аштық болған кезде біз инвестор ретінде бір-бірімен таныстырдық. Ары қарай қаржыландыру мемлекеттен, олар грантпен оқиды балдар. Алдыңғы жылдан бастап балдар оқып жатыр. Жасыл сутегі шығару, сосын жасыл аммиак шығару бойынша. Инженерлік бағыттар бойынша 8 бакалавр, 6 магистратура. Жарты уақытын Ақтауда немістің профессорлары келіп үйретеді, жарты уақытын Германияға барып оқиды. 7 институт технический, передовой, өзінің направлениясы бойынша. Немістер сондай ғой, жалпы бір институт бәрімен айналыспайды. Негізінде біз бәріміз адамдармыз, бәріміз түсінеміз. Не жақсы емес, не жаман. Егер жаңа өндіріс келіп жатса, жаңа жұмыс орындары ашылып жатса, оған адамдар оқытылып жатса, кадрлар дайындалып жатса, жаңа индустрия басталып жатса, неге халық қарсы болу керек? Жалпы біз енді 3 жылдан бері жобаны жасап келе жатырмыз, халықпен жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда қолдап жатыр көбіне. Біз сөйлесіп отырған адамдармен. Біз ауылдарға барамыз, Сенекке барамыз, Бостанға барамыз, Құрыққа барамыз, сол жерге тұрғындармен сөйлесеміз, сұрақтарына жауап береміз. Институтты аламыз да бірге шығамыз, рекрутинг жасаймыз, балдар, оқыңдар, барыңдар, мынау жаңа сала, осындай болайын деп жатыр. Бәрі жақсы қабылдап жатыр. Жоқ, кетсін, болмасын деп атқан адам көрген жоқ мен 3 жылда. Су мәселесі мысалы. Су мәселесі бар. Иә. Енді электролиз процесі болғандықтан бұл жаңа айтқан Каспийдан аламыз? Каспий теңізін тұщытады заводта, содан кейін соны электролизге пайдаланады. Дегенмен аты су тегі болғасын, адамдар су көп керек деп ойлайды. Бірақ шынында бұл процестің фишкасы, былай айтқанда, үлкен көлемдегі электроэнергия, үлкен көлемдегі су емес. Мысалға, жасыл сутегі мен жасыл аммиак шығару процесінде пайдаланатын су көлемі өте кішкентай. Мысалға айтатын болсақ, біздің болжамдар бойынша жылына қазір Каспийдің деңгейі төмендеп келе жатыр деп айтады ғой. Біз деңгейін қарасақ, тек қана біздің жобаны қарайтын болсақ, алатын. Басқа тұщыту зауыттарын қарамаймыз. Волгадан, Жайықтан келіп жатқан құйылыстарды да қарамаймыз. Просто изолировано тек біздің жобаны қарайтын болсақ. Жылына 0,25 миллиметр біздің алып келетініміз. Судан алатымыз. 0,25 миллиметр. Егер дәл сондай сценарийда изолировано, ешқандай құйылыс жоқ, басқа ешкім ештеңе теңізбен істемейді десек, тек қана біз алатын болсақ, 1 метрге деңгейін түсіру теңіздің 10.000 жыл. Біздің жоба 10.000 жыл бойы су алу керек электролиз процесіне. Каспийдің деңгейін түсіруге. Убедительно, да. Ничего не скажешь здесь. Жоқ, адамдар ойлайды, су көп керек болады деп. Олай емес, электроэнергия көп керек болады. Не үшін Маңғыстау таңдалды? Себебі жел бар, себебі электроэнергия шығару болады үлкен көлемде. Тағы бір мәселе, мысалы, флора-фауна. Бізде ит балық бар. Вот соңғы кездерде бір балық. Массовый падеж болды, 150 тюленей выбросилось, что ли? Мысалы, 2 күн бұрын. Я. Насколько проект может повлиять на вот такие вещи, как флора-фауна? Как сама площадка для размещения этих, потому что это место же требует определенное. Как, собственно, транспортировка и производство. Да. Вообще экология — это большой блок работы, да. Мы говорим, что это зеленый проект 100%. Мировой тренд идет на зеленое финансирование, то есть это финансирование зеленых проектов. И там отдельная шкала рассматриваемых проектов. Мы когда даже в будущем пойдем к инвесторам и финансовым институтам, мы должны будем показать очень обширный ОВОС, оценку воздействия на окружающую среду. Что интересно, по экологическому кодексу Казахстана у нас есть требования по оценке на экологию, по международным стандартам есть оценка социальная и экологическая. И мы разрабатываем проект
по международным стандартам. В рамках него уже больше года изучают, и еще 2,5 года у нас работы есть в рамках этой оценки, чтобы понимать, как немцы готовятся, да, к проекту. Мы изучили 12 месяцев состав Каспийского моря воды. Мы также отдельно наняли компанию, которая выплывала в море, и она изучала, на английском мы ее называем Marine Life Survey. Это изыскание, все, что находится в воде. То есть вот здесь мы понимаем, что такие-то рыбы плавают, и там нельзя водозабор, трубу ставить, потому что это повлияет на их траекторию. Да. Мы двигаем трубу. В этом плане у нас интересное открытие было. Мы с инжиниринговой точки зрения поставили там водозабор, опреснительный завод, здесь процесс электролиза, здесь процесс синтеза аммиака и так далее. С инжиниринговой точки зрения все классно работает. Дриллинги все сделали в земле, изыскания сделали. Но экологи выехали на поле и узнали, что там гнездуют бакланы. Прямо на обрыве, где мы запланировали опреснительный завод ставить. Ну, то есть это труба, водозабор, да? И мы поняли, что там бакланы гнездуют, их очень много. И мы из-за этого взяли и передвинули весь свой проект на этом земельном участке. Потому что это зеленый проект, это экологически чистый проект. Мы все это документируем и показываем, когда идем к инвесторам. По-другому быть не может. Если мы каким-то образом затрагиваем экологию, орнитологию, миграция птиц, фламинго прилетают, у нас есть заповедники там, потом шелковый путь проходил в свое время, потом есть подземные мечети, есть культурные объекты. Это все у нас больше 3 лет проходит официально в изысканиях с компаниями, которые специализируются над этими вопросами. И они нам дают рекомендацию, мы только после этого разрабатываем дальше проект. Мы ждем, когда мы получим все детали этого изыскания. Звучит очень сложно. Мы, когда 3 года назад пришли в правительство, начали рассказывать наши планы такие: орнитолог будет год там это изучать, археолог полгода будет вот это изучать, биоразнообразие будем изучать еще год. Все посмеялись. Потому что это... Мы не привыкли так работать. Мы не привыкли так работать. Но что хорошо, мы за счет иностранных средств сейчас очень много данных собираем на Мангистаускую область, много новой информации, которую мы до этого не знали. У нас люди боятся различных катастроф. В последние вот обсуждаемые события я не буду прям называть, потому что все понимают, о чем идет речь. Много есть сериалов, фильмов по тому, как это случается, катастрофы и так далее. Если я не ошибаюсь, водород, он крайне взрывоопасен. Были ли когда-либо вообще подобные аварии на таких вот производствах, с одной стороны? С другой стороны, учитывали ли вы какие-то моменты, я не знаю, если вдруг что-то случится, там, я не знаю, как это называется... Чрезвычайная ситуация. Да, я имею в виду, когда это купируется прям сразу. Смотрите, нужно, наверное, сказать, что водород столетиями уже производится. Она просто производится из газа. Сейчас мы его классифицируем как серый водород. Ну и синтез аммиака тоже не новый для нас процесс. Например, в Мангистауской области Казазот тот же самый синтез аммиака делает, только из серого водорода. Случались ли аварии? Скорее всего. Он по всему миру уже сколько лет производится, да? А говорить про зеленый водород и зеленый аммиак, это новая индустрия. Сейчас никто его не производит в промышленных масштабах. Что с технической точки зрения и с точки зрения безопасности, да, понятно, мы все понимаем, что водород взрывоопасный продукт. Аммиак – это технический газ. Да, ее надо хранить под большим давлением, под низкими градусами. Но, опять же, это же крупномасштабный, большой инженерный проект. Это техники безопасности, опять же, класса А, международного стандарта. Это все закладывается. Да, и плюс немецкий инжиниринг, он вызывает доверие, скажу так. Да, они настолько щепетильные и
все процессы и вопросы с инжиниринговой точки зрения, они проходят 3-4 уровня перепроверки внешними партнерами. Мы внутри что-то разрабатываем, мы отдаем на проверку другой компании и отдаем на проверку третьей компании, которая перепроверяет вторую. И она несколько уровней такие проверки проходит. Вообще любой вопрос с инжиниринговой точки зрения. Поэтому сейчас что-то говорить рано. Но единственное, что я могу сказать, там используются самые высококлассные международные требования по безопасности. Ну и плюс мы будем проходить ближе уже к реализации все процедуры в государственных органах, которые будут проверять, там тоже есть свои требования, стандарты. Поэтому если кто-то переживает, что произойдет какая-то чрезвычайная ситуация в Мангистау, то это очень маловероятно. Как далеко будет завод от самого, например, города Актау или от населенных пунктов? Он находится в 6 километрах от села Курык. Да, это недалеко от порта Курык. От Актау далековато, но там население есть, да, неподалеку. Но опять же, все регулируется законодательством. Есть классификация опасных производств. Они, например, в каких-то радиусах вообще нельзя рядом с населением ставить. Было бы такое дело, мы бы изначально дизайн там не строили. Анақты Ақтауға қайтып келетін болсақ, бұл жерде ол бағанағы жұмыс орнынан 1800 адамға жұмыс орын беріледі. Одан басқа сіз бағанағы жоғарғы оқу білімі бойынша бір қанша бағыт бойынша? Бұл Ақтаудағы Шахмардан Есенов атындағы университетте арнайы институт ашылған. Бұл бөлек тұрған институт. Оның ішінде 7 серіктес неміс университеті бар, техникалық университеті. Олар грант аясында балдарды оқытады. Қазақша, немісше, ағылшынша, 3 тілде. Бұл 8 бакалавр бағыты бойынша, 6 магистратура бағыты бойынша балдарды қабылдайды, оқытады. Жарты уақытын Қазақстанда, жарты уақытын Германияда оқытатын болады. Яғни шыққан балдар дуальды дипломмен шығады, 2 дипломмен. Бұл министрлікпен қаржыландырылып жатыр толықтай. Қазақстандағы жоғарғы оқу білім министрлігімен. Негізінде қызық жағдай, кезінде біз енді кадр дайындауымыз керек деп бастадық жобаға. 3 жыл бұрын сол кезде үкіметпен келіссөздер жүргізген кезде олар айтқан, давайте Астанада Назарбаев университетінде жаңа университет, соған қосып жақсы вуздарды алып келіп оқытайық деп. Біз келісім бермей соны Ақтауда болу керек деп сұрадық. Себебі жергілікті адамдар бар болу керек. Сосын жаңа ауылдарда тұратын балдар оқу керек. Түсу оңай емес енді. Процесс қиындау. Оқу қабілеті жоғары болу керек баланың. Ол 2-3 тілде сөйлеу керек бала. Дегенмен оқи алатын балаға бұл үлкен мүмкіндік. Келіп жатқан оқу беретін профессорларды да жергілікті емес, Германиядан келіп жатқан. Оның ашылуына кім келді? 23 жылы Германия федералдық президенті келді. Штайнмайер. Ақтауға келді. Ақтауға келді. 40 километр жерге құрыққа апарып, біздің немізге қатысты бурение процессіміздің басталуына. Сосын барып университетке барып, жаңағы институттың ашылуына қатысты. Федералдық президент негізі Қазақстан тарихында болмаған жағдай. Европаның басшысы Алматы, Астанадан басқа жерге барған. Қалаға емес 40 километр жерде құрыққа дейсіз бе? Маңғыстау облысына келгені біріншіден. Екіншіден жаңағы ауданға барғаны, жазықтық дала, ештеңе жоқ ол жерде. Құрылыс жоқ қой енді әлі. Содан кейін университетке барып, жаңағы институтты ашты. Бұл енді саяси жағынан біздің жобаның құндылығы немістер үшін. Оларға электроэнергия керек, жасыл электроэнергия керек, сондықтан жан-жақты қолдап көмектесіп жатыр. Тек қана Қазақстан емес енді. Евроодақта көп қолдау көрсетеді бұл жағынан. Жаңағы институт бойынша айтатын болсақ, негізі көп адамдар білмейді регионда. Білмейді неге екен. Негізінде балдар болса, біреудің қарындастары, інілері болса, жаңағы құрықтың айналасында балдар болса, түскені жақсы. Алдыңғы жылғы 60 гранттық орынға тек қана 45 бала өте алыпты, 23 жылы.
оның 45-тің ішінде тек бір ғана бала Жаңаөзендікі, бір ғана бала Қарағия ауданыныкі дейді. Қалғандары қаладан немесе басқа қаладан келіп жатқандар. Арнайы келіп жатыр, иә? Иә, басқа қалалардан Қазақстанның. Сол жергілікті адамдар бір қарап отырса айтайын дегенін қарап көріңіз, оқып қараңыз. Негізгі өте жақсы жоба. Перспектива қандай деймін да? Халықаралық дуальный дипломмен шығады, инженер, осы перспектив салада. Әлем бойынша ол әрі қарай маман бола алады. Иә, жасыл сутегі жасыл аммиак деген болашақтың келе жатқан индустриясы. Біздің жоба болады ма, басқа болады ма, басқа елдегі жоба болады ма, ол ертең жан жақты керек инженер болып шығады. Бірақ диплом алғаннан соң ол сіздің заводыңызда жұмыс істеу міндетті ғой, иә? Міндетті емес, өзі таңдайды. Ешқандай міндеттемелер жоқ. Себебі біздің жұмысымыз жаңағы университеттер бір-бірімен таныстырған кезде бұл условия создавать ету, эксперттік база создавать ету, инженер создавать ету. Қараңыздар, бір жағынан жұмыс бар, иә, жұмыс орындары, екінші оқыту, енді оқытады адамдарды. Тағы мысалы жергілікті адамдарға қандай плюстары бар? Инфраструктура жағынан мысалы? Иә, инфрақұрылым жағынан айтатын болсақ, 1000 километрге жуық жолдар салынады жаңа, қаладан алыс жерге. Бұның барлығы инвестордың ақшасына салынады, халық пайдаланады ертең болашақта. Сосын электр желілер салынады инвестордың ақшасына. Жолдар туралы айтатын болсақ, кейбір жерлер бар қазіргі таңда Маңғыстау облысында, мысалға Қарын жарық деген жер бар. Бұл жерге адамдар бара алмайды, әдемі жер, ущелье Бозжыраға ұқсайды. Бірақ адамдар көп бара алмайды, себебі жол жоқ, қара жолмен жүру керек алысқа. Біздің жол дәл соның қасына барады, жобаның жолы. Яғни ертең жолдар салынғаннан кейін, иә, олар жобаға арналған жолдар, иә, техникалық жолдар, ешкім асфальт салады деп жатқан жоқ 1000 километрге. Дегенмен малшыларға көмегі болады, ауылдардың ортасында жүрген адамдарға көмек болады, мынандай туристік объектілерге барғысы келетін адамдарға көмек болады. Инфрақұрылым жағынан оның барлығы енді инвестордың өз ақшасына салынады келешекте жобаның аясында. Сіз енді тағы қандай көмек болады деп сұрап жатсыз ғой, социалдық жағы, әлеуметтік жағын қарайтын болсақ. Бұл енді макро перспективада дұрыс түсіну керек. Бұл жаңа индустрия. Бұл өзімен ары қарай жаңа заводтарды алып келетін, былай айтқанда, ядро. Мысалы, бізде қазір мұнай газ бар, айналасында сервистік компаниялар бар ғой. Сол сияқты жасыл энергетиканы, жасыл сутегіні немесе жасыл деривативтерді пайдаланатын өндірістік объекттер тыңайтқыштар шығара ма, жасыл металл шығара ма, басқасы болады ма, ертең жаймен қасына жиналады. Негізгі тарихты қарайтын болсақ, барлық жерде сөйтіп дамыған үлкен елдер, үлкен өндірістік жерлер. Ең бірінші энергия келеді, соның айналасына өндірістер жиналады. Мысалға айтатын болсам, жаңа айтып кеттім, біздің компания Швециядағы үлкен жобаны жасады деп. Северный полюстан 200 километр жерде. Арктика жоғарда. Ауыл жоқ о жерде. Халық тұрмайды. Аңшылар болған, орман болған. Бұлар келіп завод салғаннан кейін Volkswagen сталь шығара бастады сол жерге келіп. Осы жоба іске қосылғаннан кейін Швеция Финляндияға электр энергия сататын болды. Судың астына кабельмен. Тағы да басқа өндірістер қасына жинала бастады. Жаңағы Арктикада, салқын жерде, ешкім жоқ жерде. Ертең бұйырса, сол Маңғыстауда да сондай эффект болады деген үмітіміз бар. Мен жеке тұлға ретінде сондай үмітім бар. Енді бұл бір жағы индустрия ретінде. Тағы бір жағын айта кететін болсақ, біз қазір жел турбиналарын шығару, күн панельдерін шығару компаниялармен сөйлесіп жатырмыз ғой, электролизер шығаратын компаниялармен. Қай жақтан алып келсе де, Европа болады ма, басқа жақ болады ма, мұндай үлкен көлемде Маңғыстауға алып келу мүмкіндік жоқ, инфрақұрылым жоқ. Яғни, біз келіссөз жүргізгенде сразу айтамыз. Сіз бізге жобамызға үлкен көлемде сатқыңыз келеді ма турбиналарыңызды, Маңғыстаудан барып завод қойыңыз. Қоятын міндеттемелердің бірі. Яғни, біздің заводымыздан да басқа айналамызда тағы да заводтар пайда болады деген сөз. Бұл жалпы Маңғыстау облысына емес,
елімізге үлкен экономикалық эффект алып келу керек шынында. Ертең үлкен көлемге жетіп жатқан кезде. Вот әлеуметтік жағын айтатын болсақ, ол өте-өте көп. Тағы бір айтып кететін жағдай, жаңа айттым ғой, үкіметпен келісім шартқа қол қойдық деп. Ішінде инвестор өзіне міндеттеме алды. Социальный фонд, әлеуметтік фонд. Яғни ол тікелей қаржыландыру. Бірақ бұл жерде біз Швецияда болған тәжірибені алдық. Швецияда біздің компания қалай жасайды? Жылына жасаған жаңағы ақшасы, тапқан пайдасы, соның бірдеңе процентін фондқа береді, әлеуметтік фондқа. Ол фонд үкімет емес, акимат емес, жергілікті ақсақалдар. Өздері жиналады, өздері тікелей ақша алады компаниядан, өздері шешім қабылдайды. Комьюнити ретінде, Я. То есть они создали свою структуру, которая напрямую финансируется инвестором, и они сами принимают решения. И мы, когда с ними разговариваем, мы спрашиваем, что вы финансируете? Это садики, это школы, это дороги? Они говорят, нет, извините, это государство должно делать. Наш фонд, он как грант. Кто-то хочет открыть МСБ, он хочет поэкспериментировать, мы ему даем деньги. Кто-то хочет туристические объекты улучшить, мы ему даем деньги. Ну, то есть это отдельная какая-то грантовая структура. И мы, когда подписывали соглашение с правительством, мы уже это прописали, что мы будем выплачивать до 10 миллионов евро. 10 миллионов евро ежегодно при полной эксплуатации завода напрямую местному населению. Открывается отдельный фонд из местного населения. И они сами принимают решения. И наблюдателям один представитель компании, один представитель от государства. Наблюдателям не вмешиваются в принятие решений. И вот такой фонд будет создаваться, когда начнется эксплуатация проекта. Ну, понятно, что это не с первого года 10 миллионов евро. Поэтапно развивается проект, поэтапно будут выделяться деньги. Это один фонд на область, правильно же? Да. Который может быть разбит потом по разным там Они районам, сами решат, как это делать. Но мы, главное, обязались, что мы будем выплачивать социальные выплаты местному населению на развитие. Это вот отдельно от университета, отдельно от экономических таких больших выгод для страны. И вот экономические выгоды. Мангостау чем прекрасен, там есть порты. Да. И я так понимаю, у нас будет как выглядеть транспортировка в Европу? Порт Архума? Ну, если в Европу, то да. Это средний коридор. Мы подписали соглашение с многофункциональным терминалом Саржа, который находится в порту Курык, по перевалке зеленого аммиака. То есть они будут строить отдельный терминал по перевалке аммиака на танкера. И дальше... Баку? Да, Баку и по среднему коридору. Да? Ну просто я, например, не знаю, что такое средний коридор. Я уверен, что зрители тоже не знают, где Это тот самый находится. коридор, который альтернативы хотели Как вместо Баку, Тбилиси, КТК. Джейхан? Вместо КТК хотели, Всё который... верно. Да. То есть, получается, по Каспию, потом Да. Черное море Все и в Европу. верно, да. И там Европа, и там можно разбиться, можно через залив Босфор уйти, можно сразу в океан выйти, можно сразу на железную дорогу выйти в Восточную Европу, ну, что будет ближе как конечный потребитель. То есть это еще и фортовая индустрия немножко будет. Инфраструктура, да, среднего коридора, это же политическая инициатива такая. Там Евросоюз ведет переговоры с Китаем, и большая часть нее переходит через территорию Казахстана. Один пояс, один путь. Да. ШОС называют, шанхайский. Вот, в рамках него не только зеленый аммиак, не только зеленый водород, в любом случае хотят наращивать товарооборот, но там инфраструктурно нужно инвестировать. И здесь не вопрос одной страны. Здесь уже геополитический вопрос, где главы государств между собой договариваются и так далее. Поэтому если инфраструктура будет готова, то да, мы вообще в прошлом году аналитику с Deutsche Bahn провели. Deutsche Bahn — это национальные железные дороги Германии.
И они нам расчеты вели около года, как можно переваливать этот зеленый аммиак, зеленый водород на какие рынки. Первым этапом мы смотрели водородные хабы Европы, вторым этапом мы посмотрели водородные хабы Юго-Восточной Азии и Индии. Вот. И они нам посмотрели действующие железнодорожные пути и морские пути. И посчитали примерные расходы на все это. И что интересно, да, все говорят о том, что Казахстан логистически находится, нет выхода у моря, посередине континента, сложно. Да, нелегко, но вы знаете, мы сравнили с действующими большими крупными проектами зеленого водорода и аммиака в Австралии, в Намибии, в Саудовской Аравии, в Чили. Это вот где большие гигаваттные объемы мощности проекты ведутся, как и у нас. И сравнили их логистические затраты в те же порты, водородные хабы Европы и Азии. Мы очень даже конкурентоспособны. Всем будет дорого. Мы понимаем, что это товар в будущем, который будет перевозиться на долгую дистанцию между континентами, и всем будет это дорого, не только Казахстану. Поэтому мы очень сильно конкурентоспособности в цене себестоимости, потому что у нас ветра одни из лучших в мире. И мы также конкурентоспособны в логистике. То есть экономическая целесообразность здесь явная. Жасыл сутек энергетикасы әлем бойынша көшбасшылар кімдер, айтып бере аласыз ба? Жасыл сутегі. Нақты. Нақты сутегі бойынша айтатын болсақ, жаңағы Ниом қаласында, Сауди Аравияда жасалып жатқан жоба ең бірінші болып келе жатыр. Дегенмен дұрыс түсіну үшін айта кету керек. Бұл жерде 3 акционер, 23 финансовый институт. Күрделі финансирование. Қаржыландыру қиын. Себебі жоба күрделі жоба ғой, жасыл сутегі. Дегенмен олар өздерінің ішіндегі акционерлерінің біреуі 100% офтейкер. Офтейкер деген тұтынушы, ертең пайдаланатын. Себебі басқа жобалар неге қаржыландыруға жете алмай жатыр? Олар тұтынушылар таба алмай жатыр. Дүние жүзінде, мысалға, Хайдельберг цемент айтады, мен жасыл цемент шығарам, мен ол үшін жасыл сутегі пайдаланам дейді. Енді жақсы пайдаланыңыз, давайте қол қояйық контрактіге десе, қойып тұрыңыз, менде әлі салық басталған жоқ қой дейді жасыл цементке. Басталған уақытта мен де бастаймын. Қисынды. Иә. Сөйтіп бәрі бір-бірін күтіп отыр. Сауди Аравиясында олар не істеді? Өздері бүйтіп не жасап алды? Жүйе. 3 акционер бар ма? Акционердің өзі мен сатып аламын, сосын жаңағы уақыт келген кезде өзім распределять етемін дейді. Сөйтіп барып жобасын бастап кетті олар. Алдыңғы жылы қаржыландырып, осы жылы құрылыс басталып жатыр оларды. Қалған жерлерде сол біз сияқты жоспарлаумен келе жатыр қазір. Дегенмен жоспарлауда өзінің этапы бар ғой. Префит бар, фит бар, там авосы бар, финансирование, офтейк бар. Соның ішінде салыстырған кезде де біз алдыңғы жақта келе жатырмыз. Бізбен бірге жасалып кеткен жобалардың үлкені бұл Чилида Total Energies жасап жатыр. Үлкен ауқымды жоба, жасыл сутегі мен жасыл аммиак. Ниомда арабтарды жаңа айтып кеттім. Эмираттар алдыңғы жылы ООНның конференциясы болды по защите климата. Сол жерде айтты, біз дүниежүзілік лидер боламыз деді. Дубайдың 1/3 бөлігін күн панельдермен отырғызып жасыл сутегі шығарамыз деді. Бүкіл Эмираттар бойынша жасыл сутегінің құбырын салып, ішіміздегі өндірістердің бәрін жасыл сутегіге көшіреміз деп жариялады. Оларда үлкен жобалар жасап жатыр қазір. Австралияда Фортескью жасап жатыр. Испанияда үлкен жоба болып жатыр. Жан-жақтан болып жатқан жобалар. Дегенмен соңғы уақытта білмеймін, сіз көрдіңіз ба, көрген жоқсыз ба? Соңғы 3-4 айда нелер шыға бастады, жаңалықтар шыға бастады. Үлкен жобалар ана жерде тоқтап қалып жатыр. Біреулер айтады, біз 27-ші жыл болатын едік, енді 27-міз, біз пауза алып жатырмыз. Біз кейінірек жасайтын болдық. Біреулер тоқтап қалып жатыр, біреулері жаңағы уақытын ұзартып жатыр. Себебі жаңа айтып өткендей, дүниежүзілік нарық тұрақтанған жоқ әлі. Жасыл сутегі мен жасыл аммиактың бағасы тұрақты емес әлі. Мысалы біз білеміз, себебі бүкіл цикл өзімізде. Электроэнергия қанша тұрады, электролиз қанша тұрады, су тұщыту қанша тұрады, синтез аммиака қанша тұрады. Яғни соңында біз бағасын шығарып аламыз да, үстіне 1% қосамыз да сатамыз десек болады. Бірақ
нарық жоқ. Мұнай мен газ сияқты емес ол. Баррель бірдеңе доллар дейтін. Ол келешекте болған кезде отрегулируется. Иә. Сондықтан адамдар жаңалықтар оқып алып айтады, иә, бәрі тоқтап жатыр, жасыл сутегі болмайды. Олай емес. Ол қиын жаңа индустрия. Ол былай айтқанда правила игры, да, только начинают появляться. Когда она стабилизируется, она, опять же, очень быстро будет развиваться, и мы резко все перейдем. В плане того, где мы находимся в проекте сами в Мангистауской области, да, мы с инжиниринговой точки зрения закончили префит, экология она идет, транспорт, логистика рассчитана, земельные участки оформлены, разрешения по чуть-чуть мы начинаем получать от государственных органов. Ну, то есть мы на такой хорошей скорости развиваем проект. Важный вопрос, извините, про землю. Да. Сколько земли нужно будет? И она же не берется в собственность, правильно? Мы не распродаем землю, мы не можем это сделать по законодательству. Они как это делают? Смотрите, мы изведуем, проводим изыскания на очень большой территории Мангистауской области. Но мы исследуем его. Мы говорим про орнитологию, археологию, все, что мы только что проговорили. Да? Из них мы выбираем себе участки. Вот метеомачты, да, 2 года у нас стоят, они нам передают данные, как ветер циркулирует. Базируясь на этом, мы говорим, вот здесь нужно турбину поставить, вот здесь нужно турбину поставить. Мы выбираем эти земельные участки. Когда у нас точный инжиниринг заканчивается, всех локаций, и турбин, и производственных мощностей, производственных заводов, мы берем в аренду эти земельные участки, полноценно платим за нее арендную ставку, все налоги и на них строим. Как и работают обычные крупные инвестиционные проекты. Никто не говорит о собственности, о раздаче земельных участков. Ну, все в рамках законодательства. А у нас земельный кодекс очень строгий. Если его сравнивать с мировыми другими законодательствами, которые регулируют земельные участки, у нас очень отрегулированный земельный кодекс. Еще земельные участки, где проводятся изыскания, где разрабатывается проект, это не пастбища, это не те территории, которые используются для сельхознасаждений. Да, там есть скот, но там населения нет, это пустыня, где нет инфраструктуры, где нет населения, где она не используется для никаких направлений, не только сельхоза, а в целом. Поэтому сам факт того, что туда придут производственные площадки и будет новая инфраструктура, и мне кажется, только плюс. Өзіңіз осыған дейін түсінуім бойынша сіз бағанағы CV-ңізді қарағанда шетелде көп қызмет еттіңіз, оның көбісі енді инвестиция тарту. Шетелдік инвесторлар белгілі бір жерге келгісі келеді, мысалы. Олар алдымен инвест-климат дейді ғой. Иә. Оның ішіне не кіреді, қандай нәрсеге олар мән бөледі? Иә, бәріміз енді инвест-климат туралы айтамыз, бірақ ол жеке тұрған нәрсе емес қой инвест-климат. Мысалға, мен инвестормын, ақшам бар. Бір саланы түсінем. Мысалы, тыңайтқыштар дейікші, жидкий удобрение. Шығарғым келеді. Мен локация таңдаған кезде тек қана инвест-климат қарамаймын ғой. Қанша налог, қанша салық, қандай преференция беретін. Мен халықаралық рейтингтарды қараймын. Сосын жаңалықтарды оқимын. Политиканы қараймын. Геосаяси жағдайды қараймын. Насколько стабильная страна. Жан жағында көршілер кім, елдің ішіндегі нарық қандай, көршілермен қарым-қатынасы қандай. Бұл жерде былай айтқанда сұрақ көп. Ол тек қана инвест-климат қандай деген сөз емес. Сондықтан біз енді Қазақстан жері, елі ретінде өзіміздің бағыттарымыз бар. Қызықты бола алатын. Мысалға біз айтамыз, машиностроение дамытамыз деп. Иә, дамытқан дұрыс, ол база. Дегенмен металл бар ма бізде көп. Немесе техникалық база бар ма? Ғасырлап шығарып келе жатырған. Заводтар бар ма? Шығарып келе жатырған. Сабақтастық дейді ғой. Иә. Біздің енді қызықты болатын жеріміз бұл біріншіден ауыл шаруашылығы. Себебі, сіз деп таңғалып қалғансыз, лен мысалға да. Біз номер 1 экспортер в Европу.
лен. Лен. Вау. Семинально. Білген жоқпын. Бидай шығарамыз, күріш шығарамыз. Жалпы жеріміз жақсы ғой, жер көп, бүкіл дүние жүзінде жер жетпей жатыр. Бізде жер көп, өзіміз сол жерде ауыл шаруашылық неге шығармасқа. Оны ары қарай өнім шығару керек, переработкаға бару керек, вторичный, третий, глубокая переработка. Сонда, иә. Екінші қызық болатын нәрсе бұл нефтехимия, газохимия, түсінікті. Бар нәрсені ары қарай өндіру, одан бір нәрсе шығару. Сосын үлкен инвесторларды қызықтыратын бір шаруа бұл Қытайдың нарығы мен Ресейдің нарығы. Ресей, ладно, енді бұл қазіргі жағдайға байланысты ахуал басқа. Дегенмен Қытайдың нарығы бұл әлемде дүние жүзіндегі ең үлкен нарық. Бәріне қызық нарық. Америка болады ма, Европа болады ма, басқа болады ма. Біз көршіміз, қарым-қатынастарымыз жақсы. Сосын Қытай өзінің нарығын деген жабық ұстайды ғой. Алып келген, мысалға, бір адам товар шығарады ма, оны сатқысы келсе, просто сол елге бір салып, міне деп сата алмайды. Процедуралар көп. Қазақстан мен Қытайдың ортасында өзара келісім шарттары бар, бір бағыттар бойынша. Инвесторлар сол бағыттарға келіп, Қазақстанда шығарып, Қазақстан өнімі ретінде Қытайға сатқысы келеді. Сондай өздерінің нюанстары бар. Сол ретінде негізінде Қазақстан өте жақсы. Мысалға, біздің регионды, макрорегионды алатын болса, орталық Азияда біз өте жақсы орналасқан елміз. Экономикамыз дамыған. Иә, сіздің түріңіз бүйтіп жатыр. Бірақ енді шынын айту керек. Біз өзімізді Америкамен салыстырмауымыз керек. Германиямен салыстырмауымыз керек. Біздің экономикамыз басқа, біздің даму сатысымыз басқа, біздің өткен тарихымыз басқа. Біз егер қасымыздағы елдермен салыстыратын болсақ, инвесторлерге қызықтымыз. Егер орталық Азияны қарайтын болсақ. Қазір сосын саяси жағдайдың кесірінен Ресейге ешкім бара алмайды. Бұрында Ресейде отырған инвесторлар басқа жаққа көшу керек. Сол жақтан да Қазақстан қызықты. Бірақ бәрі күшті, әдемі, оңай деп те айтуға болмайды. Процесс қиын, шынымен де. Мысалға, мен өзім 10 жылдай шетел инвесторларды алып келу жұмысымен айналысып келе жатырмын ба? Мен үкімет тарапынан айналысқан кезде маған басқаша болып көрінді. Мен 3 жылдан бері столдың бер жағына отырып, инвестор жағынан болдым. Совсем басқаша. Түсіндіре аласыз ба? Мысалы, сіз екі жақта отырдың, екі тарапта. Сізге қалай көрінді? Бұрынғыда, қазір қалай көрінеді сізге? Мысалы. Иә. Жеке бизнес енді оның ой қабілеті басқа. Ойлау процесі басқа. Барлық жерде экономикалық құндылық болу керек. Екіншіден дерискинг деп айтады. Рисктерді азайту процесі бар. Бұрын біз ойлайтын едік, салықтан босатады 10 жылға. Бұл же экономикалық құндылық қой деп, олай емес. Экономикалық құндылық бұл тек қана салық төлемеу емес. Бұл жерде отырған фактор өте көп. Бұл стабильность поставки, бұл логистика, бұл отырған шағын өнеркәсіптер, қасымыздағы сервис жасайтын компаниялар, бұл құқықтық база, бұл заңнамалық база. Институттар, иә. Заңдар қаншалықты жұмыс жасайды бұл елде, соттар қаншалықты жұмыс жасайды. Біз бастаған жоқ, біз әлі құжаттармен айналысып жатырмыз. Соның өзінде біз арбитражды ойлаймыз алдын ала. Неміс болғандықтан. Немістер қазір 30 миллион евро өз ақшасын салды. 3 жылдың ішінде менің өзімше. 30 миллион евро қағазға құрылыс жоқ әлі. Қазақстанда бұндай ақшаға бір кішігірім бірдеңе салуға болады. Ақша жасап жатуға болады. Жоқ. Немістер әлі 2 жыл осылай қағазбен жүреді. Одан да көп ақша салынады. Сосын айтатын жағдай бұл біздің акционеріміздің өз ақшасы. Грантқа алған ақша емес. Банктан алған қарызға ақша емес. Өзінің қалтасынан шығып жатқан ақшасы. Оның бәрін Маңғыстауды зерттеуге жіберіп жатыр. Жаңағы біздің халық күмәнданады ғой сөйлескен кезде. Айтады ғой, сутегі деген не, мұнда үлкен жоба, бәрі жариялады кезінде, планшет деді, басқа деді. Жаңағы айтқан. Бізде көп болды ғой енді жобалар болмай кеткен. Бірақ мен айтам, сіз ойлап қараңызшы, біз
обычно қалай болады ситуация? Біз шетелден немістерден эксперттер жалдаймыз. Солардың жаңа ойын білу үшін, эксперттік ойын алу үшін біз оларға ақша төлейміз сервиске. 3 жылдан бері қарама қаршы наоборот ситуация болып келе жатыр. Немістер өз ақшасына қазақстандық инженерлерді тағайындап, соларға зарплатасын төлеп, 3 жылдан бері өзінің ақшасын құйып келе жатыр. Бұл жобалық документтерге, құжаттамаларға, плюс біз 30 адамбыз Қазақстанда инженерлер қазір 3 жылдан бері жасап келе жатырған. Соларға ақшасын төлеп жатыр. Бұл айтқанда, мы продаем свои услуги немцам, а не наоборот. Екіншіден, бұл ертең жаңа айтқандай археологияның қағаздары бар, орнитологияның қағаздары бар, басқа да жаңа шығарылымдар бар. Оның барлығы ертең бізге актив ретінде қалады ғой. Маңғыстау еліне, Қазақстан компанияға ертең софт пауэр ретінде. Сіз айтып отырсыз, бағанағы археологияны зерттедік, орнитология, бағанағы флора фауна, сол бойынша бір өлке аймақтық кітап шығаруға болады. Оның бәрі жасап қойдыңыз ғой. Жасап қойдық, негізінде деймін, идея ретінде жай. Біз ол тапқан нәрселердің бәрін акиматқа береміз ғой. Заң бойынша біз оның бәрін мемлекеттік органға беруіміз керек. Себебі олар ертең болашақта өздері бірдеңе жоспарлаған кезде біліп отыру керек мәліметтерді. Бірақ негізінде идея ретінде болады, да? Ертең жоба басталып кеткен кезде бір күні қалай басталды деген информация. 5 жылдық мерейтойына қарай бір кітап шығару болады. Атлас Маңғыстау. Күшті ғой? Бұйырсын, 3 тілде болады. Күшті емес пе? Осы жобаға түсінікті, сіздің қатысыңыз бар, бірақ та сіз мысалы Маңғыстаудың қызы ретінде андай кішкене мұқият, 2 есе көбірек танытатын шығарсыз, иә? Негізгі қызық айта кететін жағдай, қалай жобаға келдім деп сұрайды адамдар менен. Мен өзім енді инвестициямен айналысып жүріп, бұйырып қалып, мені Германияға жұмыс жасауға жіберді. Сол жерге тағайындалған кезде жүрміз, енді 50 шақты жобамен айналыстым. Бүкіл неміс инвесторлар Қазақстанға қызығушылық танытып жатқан. Қызық факт. Германиядан келетін тікелей шетел инвестицияның 90% шикізат емес индустриясына келеді. Немістер не сырьевой сектор. Дегенмен, осы 50 жобаның ішінде үлкен-үлкендер болады ғой, кішкене көп көңіл бөлетін дейтін. Осы жоба соның біреуі болды. Жаңағы сомасы да, құны да үлкен, былай перспектива жағынан да ауқымды. Бұйырмыз шығар бәрі енді. Өзім Маңғыстаудың тумасымын, өзім Маңғыстаудың қызымын, немістер, мен Германияда жұмыс жасап жүрмін, немістер келіп айтады, біз Маңғыстау облысына инвестиция салайын деп едік дейтін. Маңғыстау? Тыңдайық, не салғыңыз келеді. Соны олар енді неміс болғандықтан андай кітабы бар. 2019 жылы келген кезде уже ішінде расчеттары бар, өздері жасаған, бізге келмей тұрып. Сосын мен айтам, неге Маңғыстау таңдайсыз? Сіз саған қойған сұрақтарды мен сол кезде қойдым. Неге Маңғыстау? Оны қалай жасайсыз? Мынау қалай болады? Анау қалай болады? Егер чрезвычайный ситуация болса не болады? Жерді қайтеміз, дәл сол сұрақ, суды қайтеміз. Соның барлығын түсініп алғаннан кейін мен айттым, жақсы жасап қарайық, үкіметке айтып қарайық. Мүмкін қолдар деп. Соны жаңа жобаға көмектесіп, мемлекеттік органдардың келіссөздерін жүргізіп, ұйымдастырып жүрген кезде өздері маған ұсыныс жасады. Біздің жобаға келіп жұмыс жасайсың ба деп. Соны мен ойладым, жұлдыздардың тұрғаны шығар, бұйырғаны шығар деп. Сөйтіп келдім жобаға. Келгеннен кейін Берлиннен Ақтауға көштім. Ақтауда офис аштым, сол жерден жобамен айналыстым. Ауылдардың бәрін араладым сол кезде. Енді айтайын дегенім, адамдар әртүрлі қорқыныштарын айтады. Біз ауылдық жерлерге барып сұраймыз, қалада адамдармен сөйлесеміз, жергілікті тұрғындармен сөйлесеміз, жоба туралы айтқан кезде. Қорқады ғой, жаңа нәрседен қорқады. Адамзат болғасын бәріміз жаңа индустрия, түсініксіз, сұрақтар көп. Нарық әлі тұрақтыланған жоқ. Бірақ менің айтатыным, әр кезде айтатын бір нәрсе. Мен Маңғыстаудың тумасымын, айналам тумам барлығы сол жерде, ағайын тумам сол жерде. Мен ертең жұрттың көзіне қарай алатындай болуым керек. Сондықтан жобаның ішінде отырған кезде, егер біз расчетін жасап жатырмыз, суды мынадан мөлшерден артық алмаймыз,
оны құрғатуға 10 мың жыл кетеді десем, значит ол шынымен солай. Ол өтірік айтылып жатқан нәрсе емес. Мен ертең менің арғы балдарымда, немерелерімде, ағайын тумаларымда сол жақта тұрады. Мен ешкімге жүріп өтірік айтпаймын. Сондықтан жобаның ішінде жүріп, мен былай айтқанда сіздің сұрағыңызда мұқият қарайды дегенде екі жақты қарайтын шығармын. Инвестор жағынан да қараймын, үкімет тарапынан да қараймын, халықтың былай айтқанда интерес народа да. Ертең әлеуметтік жағынан да бәрі жақсы болсын деп, экономикалық жағынан да барлығы жақсы болсын деп, жалпы жоба жақсылығымен келсін деп, ішінен тілеп, сонымен күнделікті айналысып отырамын. Қой сойып жіберіңдер құрбандыққа дейсің сол жерде. Біз бердік, садақа бердік. Құрық ауылына барып садақа бердік. Вау, күшті. Неміс компаниясы атынан. Сосын алдыңғы жылы мешітке барып ауызашар бердік. Компания атынан сосын жыл сайын әлеуметтік жобаларға қатысып отырамыз. Жоба басталмай жатып, қазір енді тек қана шығыс жүріп жатыр ғой, жаңа жоспарлы ғой. Соның өзінде де немістер ақша бөліп, біз сондай әлеуметтік жобалармен айналысып жатырмыз Маңғыстау облысында. Ақсақалдардың алдынан барып өттік, бата сұрадық. Бұл жергілікті адаммен негізі жұмыс жасау прям үлгі. Мысалы, басқа компаниялар бар ғой, солай жасамайды, бірақ мынау өте жақсы нәрсе меніңше. Ол бір жағынан қазақи, екінші жағынан енді регионға бір құрмет көрсету. Дұрыс айтасың. Немістерге де рахмет деп айту керек. Оны түсініп жатқан, соған барып жатқан, тек қана біздің жергілікті адамдар емес. Екі жақта да түсініспешілікпен жасалып кеткен нәрсе. Beneficial bilateral cooperation дейсіз ғой. Дәл солай. Благодарю, что пришли. Это очень интересный разговор был. Много по этому поводу различных сомнений, мнений и инсинуаций, но я надеюсь, что все будет хорошо. Я, честно говоря, всегда приветствую где-то внутри себя подобные инициативы, потому что хочется, чтобы в Казахстане стало лучше жить. Не только в Астане или в Алматы, а в регионах в том числе. И если все получится, как вы говорите, то действительно будет большой шаг для нового в нашем Казахстане. Поэтому рахмет көп сізге. Сізге рахмет. Көпсіз